халқымыздың басына түскен нәубет ашаршылық туралы шығармалар бізде аса көп емес. Смағұл Елубайдың Ақбоз үй деген дилогиясы бар. Көкшетаулық Төлеген Қажыбаевтың бір шығармасы бар деп естідім. Міне осы нәубет туралы шығармалардың ішіндегі мойын озық туынды Адам Мекебаевтың Аспан асты жер үстіндегі зұлмат деп аталған романы. Бұл туындыда ашаршылық шынайы көрініс тапқан. Бір үзім нан іздеп сабылған ел, жылаған сәбилер төбе құйқаңды шымырлатады. Сонымен бұл енді өте сол нәубетті өте шежіре сияқты соны өте жақсы көрсете білген шығарма деп есептейміз. Өмір үшін күрес, ұрпақты аман сақтап қалу осы шығармада шынайы көрініс тапқан дейміз. Сонымен енді бірақ енді ылғи ашаршылық туралы айта берсе, бұл енді шығарма оқылмауы мүмкін. Сондықтан да автор мынау жаңағы сюжетті шымырлатып құпия қойма қазынасы туралы қосқан жаңағы. Осыдан кейін жаңағы оқырма тіпті детектив сипат алып қызықты бола түсіп ашаршылықпен қатар өріліп отырады. Бұл өңірде Сатыбалды деген бай өткен екен. Ол мынау Қабыш деген өзі іш тартатын Қабыш деген жұмысшысына Жыңғылсай деген жерден ұра қаздырып, сонда көп мол жаңағы алтын күмісін тығып кеткен екен. Оны білетін адам жаңағы сол Қабыштан басқа ешкім білмейді десек те, бірақ ел аузында бір қаңқу сөздер бар. Осындай Сатыбалды қазынасын тығыпты деген сияқты. Сонымен енді мынау жаңағы ашаршылық туралы шынайы көрініс тапқан дедік. Мынау Түктібай деген кейіпкеріміз жаңағы баласы мен әйелінен бір айырылысатын тұста бір сондай төбе құйқаңын шымырлататындай жайды бастан кешетіні бар. Ол жаңағы астық алып келген кезде баласы мен әйелі өліп қалады. Сонда оның бір қарғыс жаудыратын жері бар. Менің халқымның бар байлығын тонап, аштан қырған саясаткерлер, лағнет жаусын сендерге деп тісінен күңіренді ол. Өтен елден көрген пайдаң өздерінің халқыңа у боп жабыссын, саясатың желгішіп, саяхатын көрге бастасын. Барсаң басың жат жерде қалсын, сүйегін күнге қурасын, ұрпағың аш итші олып, бірінің етіні бірі жесін деп қарғайтын жері бар. Бұл енді тек қана бір ғана Түктібайдың ғана қарғысы емес, бүкіл халықтың қарғысы деп айтсақ та болады. Сонымен енді жаңағы Жыңғылсайдағы құпия қойма туралы енді айтыла бастағаннан кейін жаңағы оқиғалар қым-қуыт өріс ала бастайды. Мына Түктібай жаңағы баласы мен әйелі өлгеннен кейін енді қалай да сол жаңағы құпия қойманы тауып сол астықты алып басқа жаққа тоға азаймаған, ашаршылық болмаған жаққа кетсем деп армайды. Сол жолда ол енді іздене де бастайды. Осы арада жаңағы кейіпкерлердің кімнің кім екені айқындала бастайды. Алдында жаңағы Түктібайдың бір жаңағы Жиенқұлдың шешесінен бір кәрі шешесінен екі бұт астықты тартып әкететін шығар, бет аузын тұмшалап, кім екенін білдірмей. Сонда оның соңынан ұмтылған кемпір, жаным-ау, кімсің сен өзің? Кім болсаң да қырдың ғой бізді. Ең құрмаса жаршын тастап кет, алғысымды айтайын азамат деп шашын жайып зарлана жалбарынды. Бірақ Түктібай артына бұрылып та қарамады дейді. Міне осыдан кейін енді жаңағы астықта тартып әкеткен Түктібай енді
сол жаңағы қазынаны қолға түсіру үшін ортақтаспасын деп өрімбайды өлтіреді алдымен. Одан кейін жаңағы қазынаның қайда екенін айта қоймадың деп Қабышты өлтіреді. Қабыш өзі бұл жаңағы не туралы өзі біледі ғой енді, алтын қойманың қайда екенін, бірақ сонда да ол жаңағы аманатқа, қиянатқа жасағысы келмейді. Сондықтан да ол жаңағы алтын күміс туралы ойланбайды да. Сатып алмай өзіне керекті алтын күмісті алып кеткеннен кейін жаңа Қабышқа айтып кететін тұсы бар: сен осы қалған алтын күмісті мынау менің інім Зияш екеуің бөліп алыңдар, екеуіңе молынан жетеді дейді. Бар санасы, ой бәрі соған кеткен жаңағы Қабыштың. Әйтпесе Түктібайдың жаңағы оны айландыратын жері бар, жаңағы кім Қабыш, сен енді мынаны нені сондай сен білет дейді, ел айтады саған, соны екеуміз бөліп алсақ, екеумізге молынан жетеді. Сен енді бостан бос жаңағы бұны тауып айтпаймын деп білдірмей маған, сол менің жаңағы мені алдама, екеуміз бөліп алайық деп келісімге келейік дейтін тұстары бар. Бірақ Қабыш сол бір айтқаннан қайтпайды ғой, білмеймін деген басқа сөзді айтпайды. Сонымен ашу ызасы келген Түктібай енді Қабышты да өлтіріп, соның әйелі білу керек, Мәдина. Сол арқылы жаңағы нені қазынаны қолға түсірсем дейді. Осы жолда аянбай әрекеттенген ол Қабыштың ту сыртынан айбалта жұмсайды. Қабыш байғұс сол жерде мерт болады. Бұдан кейін Түктібай Қабыштың әйелі Мәдинаны айландырып, қармағына түсіріп, сонымен жаңағы білдірмей, құпия қойманың қай жақта екенін білдірмей сұрап алады. Мәдина ол күйеуін өлтірген, Қабыштың Түктібайды өлтіргенін білмейді де айтып қояды. Міне осыдан кейін жаңағы құпия қойманы тауып, өзіне керекті қазынаны алғаннан кейін Түктібай Мәдина мен оның екі баласын ертіп, сендерді осындай басқа жаққа алып кетем өзімен бірге, сол жақта барып алтын күмісті астыққа айырбастаймыз дейді. Сонымен енді байғұс енді Мәдинаның оған қарсы тұрар да, болмаса басқа істерде лажы жоқ, енді амал жоқ, сол келіседі ғой енді. Сонымен бірақ келесі күні бірақ ол ойынан айнып, Түктібай жаңағы Мәдина екі баласымен аштан аш қалдырып қашып кететін тұсы бар. Сонда оның опасыздығына, сондай жауыз адам екендігіне, азаматтығы жоқ екендігіне айқын көзіміз жетеді. Бұдан соң Күлайым байғұстың көрмеген қорлығы жоқ, аштан аш, далада қалады. Сол жаңағы бір теміржол вокзалының маңындағы бір үйге барған ғой уақытша бұлар. Сол жерден сүйретіліп шығып, екі баласын алып вокзал маңында жүріп, ары бері. Сонымен осы жолда тіпті екі баласын көтеруге, кезек көтеруге де шамасы келмейді да, ана Күлайым деген қызын қалдырып кететін тұсы бар. Сонда бір аянышты Серғазының: апа, тастамашы Күлайымды, ол жалғыз қалып адасып кетеді ғой дейді. Бірақ енді қайтсын, амал жоқ. Сонымен амал жоқ, жаңағы үшеуі бірдей өліп кетпес үшін амал жоқ. Сол Күлайымды сол елдің қарасы бар жерге мүмкін біреулер бала қылар деген сияқты дәмімен қалдырып кетеді. Сонымен әйтеуір Мәдина балық аулап, итшілеп, күн көріп, өзін және
баласы Серғазыны аман сақтап қалады. Ол жаңа балық аулап келген, көп балық аулаған күндері қайта Күләйімді ойлайтыны бар. Әттең ай, Күләйімді аман сақтап қалғанымызда осы балық бәрімізге жетер еді ғой деп сондай ылғи есіне алып жүреді. Амал жоқ енді, бауыр еті баласы оңай емес. Міне осындай сондай өте сондай қайғылы оқиғаларға толы. Өйткені бұл енді өзі де расында да солай. Бұл енді халқымыздың басынан кешкен нәубет. Бұл енді тарих оқулығы сияқты бір жағы. Осыны жастар оқып білсе, кәнекей бұны мына мектеп бағдарламасына кіргізсе де бұл оқылатын шығарма ретінде артық болмас еді деп ойлаймыз. Сонымен романның соңғы беті де жабылады. Сол кезде ойлаймыз, енді ойпыр-ай, мынау Түктібай елдің бәрін қан қақсатып, біреудің астығын ұрлап, біреуді өлтіріп, құпия қойманы емденіп еді. Сонда ешқандай бәрінің арманы орындалуға кеткен ме Түктібайдың деп ойлаймыз. Бірақ мына кітаптың соңғы епілі орнына жазған түйінінде осы жайды оның да сазайын тартқанына көзім жетеді. Мынандай жері бар енді. Сонымен жаңағы тоқшылық заман орнаған кезде бір егістік даласында Жиенқұл мен Мәдинаның кездесіп қалатын жері бар. Сонда Жиенқұл айтады, баяғы сол екі пұт астығымызды біреу тартып әкеткеннен кейін жағдайымыз өте нашарлады. Шешем байғұс анау балалардың ашыққанын көріп, шыдай алмай соларды өліп те кетті ақыр аяғында дейді. Сонда өлгенше менің астығымды, біздің астығымызды тартып әкеткен адам Түктібай екі дүниеде опа көрмесін деп айтты дейді. Сонымен жаңағы Жиенқұл ары қарай әңгімесін жалғайды. Бір күні түс әлетінде тамақтанып отыр едім дейді. Үлкен балам, аға, жаңадан келген бір қазақты ит талап жатыр деп ентегі жүгіріп жетіп келді. Жалма-жан орнынан тұрып барса, үлкендігі тайыншадай бір ит жасыл плюштен бешпенті бар біреудің кеудесін мініп алыпты дейді. Әлгі адамның мойнында қызыл күрең қалта, ал қойнынан төгілген неше түрлі алтын күмістен жасалған бұйымдар күнге шағылысып көз қаратпайды дейді. Сол сәт көп ортасынан біреу, ой мынау біздің Түктібай ғой, бір замандағы болыстың пешірі Түктібай ғой, ажырасаңдаршы тезірек деп айқайлап жіберді дейді. Сонда әлгі төбет астында жатқан кісі бет аузының қан жоса болғанына да, иттің қыбырлаған сайын алқымына қадалған аранды тістеріне де қарамай, тимеңдер төбетке деп қырылдай дауыстады. Таласын, бізде бір кездерде халқымызды ит боп талағанбыз демесін бе дейді. Даусынан өкініш сезілгені соншалық әдепке де дабырласқан жұртшылық бір сәтке сөзден сап тиіп қалған дейді. Міне, сөйтіп Түктібайда сазайын тартып, иттің талауына түсіп өлген екен. Міне осындай бұл шығарма. Адам Екібаев сөз жоқ, талантты жазушы. Бұл өмірден енді марқұм өтіп кеткен, сөйтіп артында жақсы шығарма қалдырған.